шоу бизнесте көбісі төсек арқылы көтерілетініне көзім жетті. Қыздар. Конечно, қыздар. Ұлдар да, может, білмеймін ғой енді, ұлдар да ма? Демек, саған да ұсыныс жасалған? Иә. Қорлан образынан кейін мені барлық режиссерлар құрметтейді деген ойда сол кастингтерге барып жүрген, маған басты рөлдерді береді. Мен даже кастингсіз өтем деген ойларда болған. Сол кезде бір кастингке келген кезде режиссер кешке жақын барып вино ішіп көңіл көтерейік дейді да. А мен ол кісінің жанұясы бар екенін білем, балалары бар екен, үлкен кісі екенін білем. Сондықтан да мен бұл ұсынысты шок ретінде қабылдадым. Батыстың қызы болғаннан кейін прям өте грубый формада жауап бердім да, үйге келіп намыстандым. Сонда актрисаның ғұмыры сондай ма екен, қысқа ма екен? Сондықтан да ойладым, режиссердің бастығы кім, басшысы кім? Ол продюсер. Сол режиссерді жалдайтын, ақша беріп сол проекттерге шақыратын. Және де ойладым, қаяқтан мен білім алсам екен? Егер Мәскеуден білім алып келсем, мен құндырақ боламын. Сондықтан да Мәскеуге сол сәті түсіп, гикқа түсіп, оқуымды оқып, Қазақстанға келдім. Қазақстанға келген кезде ештеңе өзгермеген, сол фильм түсірген, фильм атпаған. Егер сол жерде сол ұсыныс болмаған кезде, мүмкін мен продюсерда болмас едім, мүмкін намыстанбас едім. Сол миым орнынан қозғалып, бұл шылшок болып, сол шешімге келмес едім.